Менде бір ой бар. Копани суда орналасқан мұсылман ауылына барып, сол жерде түнеу. Жері жоқ халықтың қалай тіршілік ететінін, дәстүрін қалай сақтайтынын білу. Жергілікті тұрғындармен сұхбаттасып, мешітте азанның әуезін тыңдап, балалармен футбол ойнау. Мұндағы адамдардың шынайы тіршілігін, қонақжайлығын, дәстүрге деген адалдығын көру менің басты мақсатым. Енді басқалар Таиландқа келген кезде барып жағажайда жатуды ұнатады. Мен болсам осындай қызықты орындарды өзіме ашып зерттеу. Жаңа саяхатқа аттанғанда өзіңді бір фильмнің басты кейіпкері ретінде сезінесің. Сол сезімді сағынып, мен Таиландтағы судың үстінде тұратын мұсылман ауылына жол тарттым. Мақсатым сол ауылда қонып, халқымен танысу. Бұл ауылды көру Таиландтағы ең ерекше мәдени тәжірибелердің бірі деседі. Жол бойындағы Пханг На шығанағының пейзажы өте әдемі. Көзің тоймайды екен. Ауылымызға жетіп те қалдық. Достар, бәріңе сәлем. Мен Таиландтағы Копани мұсылмандар ауылындамын. Негізінде мен өзім өмірімде бірінші рет осы судың үстінде орналасқан ауылда қонайын деп жатырмын. Бүгін сіздерге осы ауыл туралы айтып беремін. Арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Ал мен болсам бастайын. Таиландтың Пханг На шығанағында лай сулары аспанмен атысқан жерде ерекше бір ауыл бар. Бұл Копани. Судың құшағында қалқып тұрған мұсылман балықшылар қауымы. Мұнда жер жоқ, бірақ үйлер бар. Көшелер құрлықпен жалғаспайды, бірақ адамдар еркін қозғалады. Копани ауылы шамамен 200 жыл бұрын Ява аралынан келген малай мұсылмандарының ұрпақтары арқылы құрылған. Олардың ата-бабалары жаңа қоныс іздеп жүріп, осы жерге келіп тұрақтауды ұйғарады. Бірақ Таиланд заңы шетелдіктерге жер сатып алуға тыйым салғандықтан, олар су үстіне үйлер тұрғызуға мәжбүр болды. Осылайша ағаш қадалар мен платформаларға негізделген ауыл бой көтереді. Бүгінде Копани ауылында 2000-ға жуық адам тұрады. Олардың негізгі кәсібі балық аулау. Бірақ соңғы жылдары туризмде ауылдың экономикасына үлкен үлес қосып келеді. Копани жүзбелі ауыл. Үйлер, дүкендер, мешіт, мектеп, тіпті футбол алаңы да судың үстінде тұрғызылған. Электр энергиясы генераторлар мен күн панельдері арқылы алынады. Мұнда дәстүрлі тай тағамдарын ұсынатын мейрамханалар мен базарлар бар. Олар негізінен туристерге қызмет көрсетеді. Осы ауылдың жалғыз қонақ үйінде қонатын болдым. Бағасы тәулігіне 12.000 теңгедей. Қонақжайдағы менің номерімді көрсетейін сіздерге. Өте кішкентай. Мына жерде төсегі бар, кондиционер, отыратын орын, су. Одан бөлек мына жерде туалет. Қарасаңыздар, душ жоқ. Душтың орнына мынандай тұр екен, бірақ мен оған түспейтін сияқтымын. Бірақ мына жерде тұратын жер жоқ, шомылатын жер жоқ. Негізі шомылған кезде кішкене ыңғайсыз екен. Басып шомылсаң, судың бәрі мына жаққа қарай ағады екен. Өте қызық. Кішкентай нөмір. Мына жерде заттар ілетін жер. Және мына жерде өте керемет көрініс. Біреудің үйіне. Және мен осы жақта қонамын.
түнім тыныш өтеді деген үміттемін. Достар, шынымен де арзан саяхаттауға болады. Менің жол серігім қайда барсам да менімен бірге Aviasales KZ арзан ұшақ билеттерін іздеу жүйесі. Достар, Aviasales қосымшасын жүктеп алыңыз, оның ішінде бәрі бар, арзан әуе билеттері. Одан бөлек ары-бері деген сіздің жол серігіңіз қайда барса болады, не істеуге болады, соның бәрі жазылған. Одан бөлек Aviasales'та демалыс деген бөлім бар, ол жақта қызықты мақалалармен, ақпаратпен таныса аласыз. Сол жерде мен өзімнің мақаламды жазған болатынмын. Соны оқып, пікір қалдырып кетіңіздер. Копани уақыт тоқтап қалғандай көрінетін ерекше ауыл. Су үстіне қалқып тұрған үйлер, жайбарақат жүзген қайықтар, ауға түскен балықтың иісі аралас самал жел, мұнда бәрі де табиғатпен үйлескен. Ауыл көшелерімен баяу жүріп, камерама айналамдағы көріністерді түсіріп келе жатқанымда бір кісіге көзім шалды. Жақындап келіп қарасам, ол балық аулауға арналған тор жасап отыр екен. Әжім басқан жүзі мен күнге күйген қолдары өмірінің көп бөлігін теңізбен өткізгенін аңғартқандай. Тілді білмегендіктен сөйлесу оңай болмады, бірақ ишара арқылы бір-бірімізді түсініп кеттік. Ол маған торды қалай жасағанын көрсетті. Түсінгенім, бұл торларды ауылдан сәл алысырақ жерге орналастырып, бір тәулікке қалдырады екен. Ал таң атысымен қайыққа мініп, торға түскен балықтарды жинайды. Кейбірін өздері азық етеді, ал көбін ресторандарға сатып, нәпақа табады. Кенеттен ол маған қарап, мұсылмансың ба деп сұрады. Альхамдулиллах, мұсылманмын дедім. Ол бұл жауапқа ерекше қуанғандай болды. Күлімдеп, мен осы ауылдың мешітінде азан шақыратын муазинмін, деді мақтанышпен. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe Сол сәтте менің де ішімде бір жылулық орнап, ауыл мешіттің көргім келіп кетті. Жай ғана ғимаратты емес, сол жердің рухын сезінгім келді. Су үстінде қалқып тұрған ауылдың тынысын дәл сол мешіттен анық байқауға болатындай сезілді. Ең қызығы, бұл жерде өзінің мешіті бар екен. Мешіттің ішіне кіріп, Құран бағыштап, ата-бабаларыма, туған-туысқандарыма өмірден қайтқан бәріне Құран бағыштап шықтым. Мешіттің артында, енді осы ауылдың жер болмағандықтан, мешіттің артында жартастың қасында адамдарды жерлейтін орын тұр. Өте қызық көрініс. Ал ауылды аралайық. Күндіз ауылда әйел мен балалар, одан бөлек қарт кісілерді ғана көресің. Ер адамдардың көбісі балық аулауға, немесе туристерді қайықпен тасуға кетеді. Қазіргі таңда Копани ауылына жыл сайын мыңдаған турист келеді. Сосын бір байқағаным, әтештерді жақсы көреді екен. Оларды бір-бірімен төбелестіріп, ақша табады. Негізі осы ауылда балықшылар өте көп, одан бөлек осы ауыл немен ақша табады десеңіздер, туристермен және балық аулайды. Мысалға қазір мен жүріп баратқан жерде көп сувенирлар, заттар, соның бәрін туристерге сатады. Соның арқасында күн көріп жүр. Ауылды аралап жүрсем, артымда Ливерпульдің логотипі You will never walk alone. Бұл ауыл Ливерпульдің жанкүйері сияқты. You will never walk alone дейді. Негізі тағы бір қызығы, ауылда бәрі бар, свет бар, интернет күшті істеп тұр. Мысалға менің ауылымдағы интернеттен қарағанда, бұл жерде интернет
4G ұстап тұр. Енді ауыл дей алмаймын, мысалы қаланың сыртына шықсам бізде интернет істей алмай қалады, мына жерде 4G ұстап тұр. Осындай ауылда бәрі бар, су бар, интернет бар, телевизорды бар, одан басқа не керек? Мешіттің қасында ауыл мектебі бар. Сол мектептің қасында сувенир сатып жүрген Фарида есімді әйелмен тілдестім. สวัสดีค่ะ Сәлем, менің атым Фарида. Мен Копани аралынанмын. Артымда Копани аралының мектебі. Бұл мектепте шамамен 146 оқушы оқиды. Ауылда 300-ге жуық отбасы бар. Ал жалпы халық саны 2000-ға жуық. Мұндағы адамдар негізінен балық аулаумен, саудамен, құрылыс жұмыстарымен айналысады. Сонымен қатар туристерді әрі-бері тасиды. Арал тұрғындарының ата-бабалары Индонезиядан шыққан. Олар бұл жерге шамамен 200 жыл бұрын көшіп келіп, Копани аралында қоныстанған. เป็นคนอินโดนีเซีย Мен балаларымның Копани аралындағы мектебінде оқуын төлеу үшін тауарлар сатып, күн көріп жүрмін. ก็เป็นหยีลูก Менің 2 балам бар. Мен ешқашан Копани аралында да, мектептен де ешқандай шәкіртақы немесе қаржылай көмек алған емеспін. ให้ลูกเรียน Сондықтан балаларымның оқуын, ไปเรียนข้างนอก сонымен қатар Бангкок пен Пхукетте білім алуын өзім қамтамасыз етуім керек. ย้ายลูกไปเรียน Оларды оқытуға ақшам жоқ. Сондықтан 2 баламды оқыту үшін сувенирлерді сатуға мәжбүрмін. ลูกหนู Бір балам 3-ші сыныпта, ал екіншісі 6-ші сыныпта оқиды. Сәлем, менің атым Каманчонок Дуангчан. Мен Пани аралындағы орта мектептің 3-ші сыныбында оқимын. Бүгін сіздерді аралымызбен танысуға шақырғым келеді. Келіңіздер. Бірге аралап көрейік. Ал қазір біз әйгілі су үстіндегі футбол алаңына барамыз. Кеттік. Міне атақты су үстіндегі футбол алаңы. Бұрын ол ағаштан жасалған еді, бірақ қазір пластикпен ауыстырылды. Айта кетсек, бұл аралдағы 3-ші футбол алаңы. Енді аралдың маңызды орындарымен танысайық. Мұнда Кодекнон. Балалар демалатын аймақ. Ал мынау Коплаван. Оны кит орны деп атайды. Ал мына жер Котакнам. Бұрын су алатын жер болған. Бұрын Пани аралында су құбыры болмағандықтан тұрғындар суды осы жерден алатын. Бірақ қазір бұл мәселе шешілді. Сабақтан кейін мен түрлі істермен айналысам, саудаға көмектесем, волейбол және басқа да белсенді ойындарды ойнағанды жақсы көрем. Бұл маған қуаныш сыйлайды. Мектептің қасында футбол ойнайтын алаң бар. Осы жерде балалар футбол ойнап жүр. Соларға қосыламыз ба? Футбол ойнағандары. Осы мектептегі оқушы ауырып қалдым десе, мұғалімдер сенбей үйіне баратын сияқты. Жап-жақын бәрі бір-біріне. Одан бөлек ауылда біреу қайтып кетсе, бүкіл ауыл білейін деп тұр ғой. Соншалықты кішкентай ауыл. Айтқаным осы еді, келесі күні шынымен де біреу қайтып кетіпті. Жаназаға дайындалып жүрген адамдар толы. Өзімді бір түрлі сезініп кеттім. Күні бойы осы ауылда серуендеп, қарным ашып қалды. Енді бір ресторан бар екен, адам жоқ. Енді барып тамақ сұрадым, қазір соны жеймін. Заказ бергем. Қазір соны барып жейміз. Енді дәмді болады деген ойдамын. Түстен кейін ауылда ешкім қалмайды, бүкіл туристер кетіп қалады. Мен бір жалғыз турист сияқтымын осы ауылда. Қазір енді көреміз. Тамағын дәмдеп көреміз. Кешкі мәзірімді алып келді. Мен
краб қосылған күрішті заказ берген болатын, бірақ бұның ішінде крабтың өзі жоқ сияқты. Біреу ғана, кішкентай ғана еті ғана тұр. Осы тағамның бағасы 1500 теңге. 1500 теңгеге мынандай кішкентай краб бере салғандары қалай кетті? Енді дұрыс шығар, адам келмейді, ақша табу керек. Ал бісміллә деп жейік. Дәмді. Керемет. Кешкісін ауылда су тартылып, балалар астыға түсіп ойнап жүр. Қайттан мешіттің жанынан өтіп бара жатсам, қазір күн батайын деп жатыр. Аузы шарға дайындалып жатыр. Даладағы кісілер артында. Бұл жердегі үйлерде септик деген не екенін ешкім білмейтін сияқты, өйткені дәрет алған кезде туалетке отырып шықса, бүкіл заттардың бәрі суға түседі. Суға түсіп, бұлар осы суға түседі, жуынады, одан бөлек менің ойымша балық аулап, ол жақта жейді қызықты. Великпен жүрген бұл жерде, велосипедпен. Ең қызығы бұл жерде тағы мысықтар көп. Байқағаны мысықтар өте көп екен. Енді осы ауылдың балалары қасымда. Hi. Hello. 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 Lẹp lên. Hello. Nó đi được ở ngoài đi. Nó là tên nó. Vậy mà cầm đây lên. Nghe đi. Не істеп жүр екен? Жағдай осындай. Су тартылып кетті. Енді таңға дейін біз осы жақта, осы ауылда қонамыз. Өте керемет experience. Негізі басқалар Таиландқа келген кезде, барып жаға жерде жатуды ұнатады. Мен болсам осындай қызықты орындарды өзіме ашып, зерттеу. Адамдар өтіп жүр. Сосын ауылдың киім жуатын орны бар екен бөлек. Бұл жерде бұлар киімдерін жуады, кептіреді. Өмір сүруге енді жағдай жасалған, жақсы жасалған. Керемет. Мен шоктамын. Ауылдың ішінде біздікіндей дүкендер де бар екен. Дүкеннің ішінде бәрі бар. Қарасаңыздар, мына жерде роллтындары да бар, лапшалары. Одан бөлек соктардың бәрі бар. Сүт. Айтып тұрмын ғой, осы жерде тұруға жағдайдың бәрі бар. Балық аулап өмір сүре бересің. Керемет қой. Енді бүгінгі күн өте қызықты өткеніне сенімдімін. Осындай ауылда өз көзімен көру, адамдармен тілдесу өте бір керемет тәжірибе. Ал күн батып, адамдар ауыздарын ашып, мешітке түнгі және таравих намазын оқуға жиналды. Менің күнім осымен аяқталды. Копани ауылында таң өзгеше атады. Алғаш болып оянатын үйлердің құстары. Олардың таңғы сайрауы оянуға белгі бергендей. Үйлердің есіктері ашылып, терезелерден жарық көріне бастайды.
бетінде баяу тербеліп тұрған қайықтардың қозғалысы сезіледі. Балықшылар күнделікті кәсібіне кірісіп кеткен. Олар қайықтарына мініп, балық аулауға қажетті құрал-жабдықтарын реттеп, бірінен соң бірі ауылдан алыстап кетті. Таңғы сағат 7, ауыл оянып жатыр, балықшылар бар, балықтарын аулап жатыр. Әке-шешелер балаларын мектепке дайындап, мектепке апара жатыр. Одан бөлек осындай бір керемет пейзажбен оянған, енді бір ұйықтасын түсіне көрмейтін нәрсе ғой. Құдайға шүкір. Ұйқым қанбады. Мемлекет бұл жерде кәдімгідей антенна орнатып берген бұл ауылға. Бұл жердің енді интернеті 4G. Одан бөлек бұл Алматының кейбір аудандарынан да интернет керемет ұстайды. Бір өшкен жоқ қой, бір қуған жоқ, бір фильмді қосып қойып, көріп шықсам болады. Енді ұят нәрсе. Қазақстанда интернеттің нашар болу, мына жақта мықты, шыны керек мықты. Өзім көрдім, өзім отырдым интернетте. Таң ата сала ауылдың адамдары жұмысқа кірісуде. Барып қазір туристерді қарсы алады. Түске таман соған дайындалып жатыр, заттарын жинап. Сосын бір қызықты нәрсе, үстіден ауыл енді кішкентай болып көрінуі мүмкін, бірақ та ішінен ауыл кәдімгідей үлкен. Жүре бересің, қарай бересің. Ең қызығы кешкісін бүкіл көрген адамдар бізден сұрайды, сендер қонуға келдіңдер ме деп. Мен айтамын, иә, қуанып қолдарын шапалақтап, енді бұл ауылға қонатын қонақтар аздау сияқты. Одан бөлек мені Филиппин деп жүріп айтамын, жоқ, мен Филиппин емеспін, Қазақстаннан келдім, мұсылман бауырларымын. Сосын бұлар мені жақсы қарсы алуда. Осылай ауылда аралап жүргенде басың бетіп тиіп кетпегенге байқау керек. Өйткені адамдар бойлары кішкентай, үйлерді сөйтіп салған ғой. Кішкене қызық. Қонақ үйге қайттан оралдым. Қазір таңғы асымды шоу керек маған. Бәрі ұйықтап жатыр. Бірақ мына жерде дайындап қойыпты бізге таңғы асты. Не бар екен бұл жерге? Шайға заттар, кофе, андай хлопьялар, одан бөлек вареньялар, сүт бар екен, чай, ыстық су, тостер, нан. Енді бұл менің бүгінгі таңғы асым. Қазір соны алып, жинап, тамақ ішіп алу керек. Бүгінгі менің таңғы асым неден тұрады? Кофе 3 в 1 вроде. Апельсин шырыны, нан және хлопья, кукурузный хлопья деймі, сүтпен газосына жеймін. Ас болсын. Шынымен де осындай ауылдарда нанды тәтті, суды дәмді. Ой, бісміллә. Ас болсын. Ауыл көшелері де біртіндеп жандана бастады. Су үстіндегі тар өткелдерде балалар мектепке дайындалып жүр. Ал үлкендер жағы әрқайсысы өз кәсібіне кірісіп кеткен. Бірі қайығын жөндеп, бірі базарға жиналып, енді бірі туристерге арналған мейрамханасын дайындап әлек. Ауыл тіршілігі өз ырғағымен басталып, су үстінде қалқып жатқан бұл ерекше мекен тағы бір жаңа күннің есігін ашады. Таңғы Копани бұл өмірдің баяу және мағыналы ағысын бейнелейтін сурет. Мұнда ешкім асықпайды, бірақ әркім өз ісін біледі.
осымен Копань ауылы туралы шығарылымым мәресіне жетті. Ал мен болсам Пхукет аралына жол тарттым. Сол аралдан көрісерміз келесі шығарылымда. Құрметті көрермен, арнама тіркелуді ұмытпа.